Әлкей Марғұлан мектебінде оқып жүріп, ол туралы білмеулеріңіз де мүмкін. Ал біздің мектепте сол кісіге арналған кішігірім музей бар. Мына жерге қараңыздар, Әлкей Марғұлан бізде Олжабай батырдың ұрпағы. Олжабай батыр кезінде Абылай ханның ақ туын ұстаған маңызды батырлардың бірі. Әлкей Марғұлан бірнеше салада жұмыс істеген. Сол салаларда жұмыс істеуінің арқасында біз қазір ол кісінің көп еңбегімен танысып отырмыз. 5-6 жасында экспедицияларға шыққанын білеміз. Сол экспедициямыз Қазақстан лупасы және оның қолжазбаларынан көшірмесін көре аламыз. Және Әлкей Хақанұлы Марғұланның Данель дейтін қызы бар. Сол Данельге туған күніне сыйлаған кітабы. Сол кітабына ол арабша өзінің қолтаңбасын қалдырып кеткен болады. Келесі Әлкей Хақанұлы Марғұланның чемоданы. Өзінің жеке экспедицияларға шыққан кезде осы чемоданға өзінің керек заттарын, құралдарын салып жүрген. Келесі Әлкей Хақанұлы Марғұлан қыпшақ, парсы, араб тілдерін жақсы білген және ол өзінің жеке Құран кітабы. Құран кітабын көре аласыздар. Ал бұл бұйымдар Әлкей Хақанұлы Марғұланға 70 жылдық мерейтойына берілген сыйлық бұйым. Ол кісі қазақ жырларын, қазақ эпосын жинастырып, орыс тіліне аударған. Мына жерде Қожықбай баян сұлу, Қыз жібек және басқа да батырлар жырын жинастырып, оны орыс тіліне аударған. Сонымен қатар Әлкей Марғұлан Абай деп еңбек. Ал мына жерде Абай атамыздың екі ұлы ескен суреті бар, және де жазған хат. Шоқан Әлиханов өмірін зерттеген. Ол КСРО мұражайларын зерттеп, сол КСРо мұражайларынан материалдарды жинақтап, жүйелеп, Шоқан Әлиханов 150 жылдығына арналған 5 томдық кітап шығарады. Ол 5 томдық кітапта жазылған. Оған оның әкесі Хақанның қосқан үлесі зор. Әлкей Марғұлан бізде археолог. Ол кісі көптеген экспедицияларға қатысқан, ол кісі көптеген экспедицияларға қатысқан және де Биғазы Дәндібай мәдениетін зерттеген кісі. Мына суретте Әлкей Марғұлан мен Әлихан Бөкейхановтың қатысқан экспедициясында бұрынғы 1926